Қар болып тұр. Қарлы, салқын күнде ет асып, үйде жылы жерде отырып жегенге не жетсін. Қазақша ет, бес бармақ жасалу жолын көрсететін боламыз. Жылқының етінен бізде әсіп, жылқының майлы еті, қара кесек еті, сүйектері, қарыны осылай пісіретін боламыз. Көпіршігі шыға бастаған кезде осылай көпіршіктен алып тазалап отырамыз. Сорпамыз бір қалыпты жай қайнап тұр. Біз қазір екі ожау, үш ожаудай сорпасынан алып қамыр елейтін боламыз. Міне, оған әлі жұмыртқа саламын, салқын су құямын кішкене. Сонымен қамырымыз да тәмді болып шығатын болады. Сорпамызға салқын су құйдым. Маған 3 суала жетеді. 3 суалаға лайықтап алдым көз мөлшерімен. Қазір мына бір дана жұмыртқамызды жарып салатын боламын. Тұз салам дәміне қарай. Тұзды көбірек болғанда кішкене ашылып салған дұрыс. Тұзды болған қамыр езілмейтін болады. Қаттылау болып қамырымызды елейтін боламыз. Қамырды елеп қойдым. Енді бір 20 минут, 15 минут, 20 минут тұрса, сосын зуалаларға бөліп, тағы бір үйін қандырып, тындырып қоямыз. Өзінің бабымен қайнап тұр етіміз. Осылай 2-3 сағаттай қайнайды. Балбырап пісетін болады етіміз. Жұмсақ болып. Жылқының еті болғандықтан міндетті түрде 2-3 сағаттай қайнату керек. Дәмді болады сол кезде. Сүйегіміздің де майы сіңетін болады сорпаға. Дәмі керемет. Бешбармақ болатын болады. Қазірдің өзінде жегім келіп тұр, бірақ әлі ерте. Сап-сары болып. Деміп май шығып жатыр. Қазір бұған 2 пияздай ашып, май сорпасымен, май көбірек шыққан екен, май сорпасын алып, пиязын турап, онда дайындайтын боламыз. Менің пиязым үлкен болғандықтан бір пияз жетеді. Өзіміздің порцияға осы пиязды ашып, турап дайындап қоятын болам қазір. Пиязымыз дайын, енді майдалап тураймыз. Етіміз қайнап тұр. Маған майын құятын боламыз.
жауып қайната береміз. Пияз сорпамыздың астын жай қойып қайнатып, пияз солғанша жай отпен қайнататын боламыз. Қамырымыз жарты сағат тұрды. Енді бұны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Бұлай 3 суалын шығаратын боламыз. Мен бір қолмен түсіріп тұрғандықтан қазір қиындау болып тұр. Бөліп, жайып, сосын көрсететін болам. Қамырымызды жайдық, бір суалын жұп-жұқа етіп. Қалған 2 суалын жайып аламыз. Сосын ыстық сорпаға салып алатын боламыз. Бетіне ұнды септім. Қазір осыны оқтауға орап, ортасынан кесіп, холодильникке салып, қойып қоятын боламын. Салқын жерде тұрса, бір-біріне жабыспайды. Қонақтар келетін кезде алдын ала кесіп, салып дайындап қойсаңыз, бір жайып жүрмейтін боласыз. 4 бөлікке бөліп, холодильникке салып қоятын боламын. Етіміз пісті, жұмсақ болып, бетіне майы шығып, сорпасы сап-сары болып. Аппетитімізді ашып тұр. Қамырды салып алайық, сосын тағы бір көрсететін боламын. Мына жаңағы пияз сорпамыз. Күшті болып тұр. Мынау қалған қамырымыз бен еттің туралғаны. Жаңа көргендеріңіздей бешбармақты жеп алдық. Қалған қамырды осылай турап қоямыз. До беш, после нарын. Нарын деп аталады енді бізде. Нағыз қазақтың тағамы бешбармақ первый, второй болады осылай. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Если бір қателіктер кеткен болса, міндетті түрде жазыңыздар. Қарап көретін боламын. Дәмі деген күшті енді. Жасап көріңіздер.